Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Сабаққа дайындықтарыңыз қалай? Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Ендеше сабаққа дайын болсаңыздар, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тәрбиенің формалары мен құралдары деп аталады. Біздің қазақ халқында мынандай мақал бар екен, иә? Тәртіп тәрбие бастауы, тәртіпсіздік өміріңнің қас жауы дейді. Ал Макаренконың түсінігінде тәртіп бұл тек қана тежелу тәртібі ғана емес, сонымен қатар ұмтылу, белсенділік, жауапкершілік тәртібі екен. Тәртіп туралы мәселені ерік қайратты, ерлікті, берік мінез құлықты тәрбиелеумен тығыз байланыста қарастырады екен. Тәртіп ұйымшыл ұжымда дамиды және бекиді. Тәртіп бұл ұжымның бет әлпеті, оның дауысы, оның әдемілігі, оның қозғалғыштығы, оның мимикасы, оның сенімділігі деп айтқан екен. Ұлт мұраттарының ұлы байлықтарының бірі жас ұрпақ. Кемелі келешек десек, бұл тақырып кеше де, бүгін де күн тәртібінен түспейтін мәселе болып табылады. Ұлтымыздың мақтанышы болар батыр атамыз Бауыржан Момышұлы, тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті елдің ұлы десе, ақын Олжас Сүлейменов адам тағдырын тәрбие шешеді деп жазған екен. Бұның барлығы да шындық. Тәрбие кешіктірілсе, кешірілмейтін, дұрыс бағыт алмаса, қалпына келмейтін нәзік де, кәделі де, сауатты, игілікті де, ізгілікті іс болып табылады. Адам ұрпағымен ұлы, еңбегімен ерен, келешегімен кемел болса, мұның мөлдір бастауы, алтын тамыры тәлім тәрбие ісінде жатыр екен. Тәрбие деген сөздің өзінің анықтамасы, бұл оқу процесі секілді нақтылы қалыптасқан, мақсатты, жүйелі процесс. Тәрбие жұмысының формасы тәрбиеленушілердің нақты тәрбие әрекетін ұйымдастыру нұсқасын, олардың үлкендермен өзара әрекеттестігін, нақтылы істің құрылымын, оның мазмұнын, әдістемесін, дайындық және өткізу технологиясын анықтайды екен. Түсініп отырсыздар ма, балалар? Иә. Ендеше тәрбие формасы дегенді сіздер оқыңыздар. Кім оқығысы келеді? Мен оқиын. Мұниса оқыңыз. Тәрбие формасы тәрбие процесінің сырттай көрінісі, тәрбиелік жұмыстардың сырттай көрінуін қамтамасыз ететін ұйымдастыру тәсілдері және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығы, тәрбиеленушілердің ұжымдық және жеке дара іс-әрекеттің жоспарлы ұйымдастыру жүйесі деп аталады. Өте жақсы, Мұниса. Ал тәрбие құралдары дегенді Зарина, сіз оқыңыз. Тәрбие құралдары бұл әлеуметтік тәжірибенің педагогикалық тәуелсіз көздері, ниеттеген мақсатына жету жолындағы субъектке тәрбиелік ықпал жасаушы заттың бәрі тәрбие құралы болып есептеледі. Жақсы. Енді осы тәрбиенің формалары мен құралдарын қарап өтейік. Негізінен тәрбие процесінің негізгі 3 құралы бар екен. Мені көріп отырсаңыздар, бұның біріншісі материалдық және рухани құндылықтар. Екіншісі іс-әрекеттер, яғни қарым-қатынас. Ал үшіншісі бұл бейне мен зат, яғни табиғат, айналадағы қоршаған ортамыз болып табылады екен. Енді келесі осы тәрбиеге байланысты сөз жұмбақ дайындап келдім. Сіздер осы сөз жұмбақты шешулеріңіз керек, жарайды ма? Дайынсыздар ма? Біздің сөз жұмбағымыздың тақырыбы тәрбиенің формалары мен құралдары деп аталады екен. Ендеше бірінші сұрағымызға көшейік. Баланың жағымсыз мінез құлқы мен іс-әрекетінің теріс екендігін түсіндіру және оқушының ұжым алдында жасаған қылмысына айыпты екендігін ұғындыру және істеген теріс іске қынжылатындай мақсатын көздейтін мінез құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістерінің бір түрі қалай аталады? Кім жауап бергісі келеді? Сөз жұмбағымызды көрейік. Мен жауап берсем бола ма? Жауап беріңіз. Жазалау. Жазалау. Қазір жауабын көрейік. Дұрыс. Мұниса, өте дұрыс жауап беріңіз. Жазалау екен. Жазалау бұл баланың жағымсыз мінез құлқы мен іс-әрекетінің теріс екендігін түсіндіру және оқушының ұжым алдында жасаған қылмысына айыпты екендігін ұғындыру және істеген теріс іске қынжылатындай мақсатын көздейді екен.
Бұл сұрақ түсінікті ғой, иә, сіздерге? Ендеше келесі сұраққа көшейік. Тәрбие әдістері тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері деп жазған ғалым кім дейді? Мен жауап берсем бола ма? Жауап бере қойыңыз, Дарина. Мен ба? Кім дейсіз? Естілмей жатыр. Фластенин. Фластенин. Жауабын көрейік. Өте дұрыс. Бұл Сластенин деген кім екен? Енді соған тоқтала кетейік. Виталий Александрович Сластенин. Бұл кісі тәрбие әдістері тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің іс-әрекетінің өзара байланыс тәсілдері деп жазған екен. 1930 жылы дүниеге келіп, 2010 жылы дүниеден өткен екен. Бұл кісі педагогика саласындағы кеңестік және ресейлік ғалым, педагогика ғылымының докторы, профессор, Ресей білім академиясының толық мүшесі, Ресей Федерациясының еңбек сіңірген ғылым қайраткері екен. Сіздерге көрініп тұр ғой, суреттегі кісі? Иә. Сластенин бойынша 4 топқа бөлген екен. Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері, екіншісі қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері, үшіншісі іс-әрекет және мінез-құлықты ынталандыру әдістері, және төртіншісі бақылау, өзін-өзі бақылау және тәрбиеде өзіне-өзі баға беру әдістері екен. Ендеше келесі сұраққа өтейік. Тәрбие жұмысының әрекеті оқушының танымдық қызығушылығын, оқу дағдысын жетілдіруді көздейді. Ол оқу әрекетінің жалғасы ретінде қолданылады. Мысалы, не, қашан, қайда, викторина ойыны, немесе мұражай, көрмеге саяхат және тағы сол сияқты. Мына жерде біз үш нүктенің орнындағы сөзі табуымыз керек. Қандай сөз екен? Тауып көріңіздер. Түсіндіңіздер ғой, сұрақты? Иә. Тауып көрейік. Танымдық. Танымдық. Дұрыс жауап көрейік. Өте дұрыс алтын. Танымдық әрекеті екен. Тәрбие жұмысының танымдық әрекеті оқушының танымдық қызығушылығын, оқу дағдысын жетілдіруді көздейді екен. Келесі сұрақ. Қандай да форманың өзі, оны пайдалану процесінде әлеуметтік қатынастар нормаларын қалыптастырушы тәрбиешілер мен тәрбиеленушілер арасындағы өзара байланыстарды реттеп, түзетіп баруға мүмкіндік беретін тәрбие жұмысы қызметінің бір түрі. Мен айтсам болады ма? Айта ғой, Миса. Реттеушілік. Реттеушілік. Жауабын көрейік. Өте дұрыс. Реттеушілік. Тәрбиелік жұмыстар өз кезегінде төменгі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды екен. Оның біріншісі ұйымдастырушылық, екіншісі реттеушілік және үшіншісі ақпараттық. Ал реттеушілікке нақты анықтама ретінде мына жерде жазылып қойған екен. Келесі сұраққа көшейік. Мектеп жағдайында мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдісі. Ол әлеуметтік психологиялық фактор ретінде жастардың бір-бірімен еңбектегі, спорттағы, өнердегі табыстарын көрсету үшін қолданылады. Және оқушының іс-әрекетіне жаңа серпін, жаңа ой-сезім және баланың өзіне жаңа талап қоюына мүмкіндік туғызады дейді. Бұл жерде де үш нүктенің орнына керекті сөзді табу керек. Қалай ойлайсыздар? Алтын жауап бере ғой. Жарыс деп ойлаймын. Жарыс 5 сөзге тура келеді екен, көрейік. Дұрыс айтасыз, алтын. Бұл сұрақтың жауабы жарыс екен. Міне жарыс мектеп жағдайында мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдісі екен. Келесі сұрақ. Тәрбиеленушілердің тәрбиелік деңгейін ары қарай арттырудың жолдарын анықтау тәрбие процесінде қолданылатын негізгі диагностикалық әдістердің қай түріне жатады? Онеса, алтын, сіздер жауап бересіздер ме? Мен жауап берейін. Ұйғарушылық. Ұйғарушылық. Көрейік. Өте дұрыс екен. Ұйғарушылық. Келесі сұрақ. Ұсынылған тауарды кітап, сурет, күйтабақ, қолөнер туындысы және сатып алу үшін қатысушы қалаған затына байланысты өз білімдерін жария етуі тиіс дейді.
бұл жерде де біз үш нүктенің орнындағы сөзді табуымыз керек. Мен жауап берсем болады ма? Аха, жауап беріңіз. Бұл жерде аукцион деп ойлаймын. Аукцион. Бұл бізде соңғы сұрақ екен. Дұрыс, аукцион екен жауабы. Енді жауабын қарап өтейік. Аукцион ұсынылған товарды кітап, сурет, күйтабақ, қолөнер туындысы және сатып алу үшін қатысушы қалаған затына байланысты өз білімдерін жария етуі тиіс екен. Енді бізде жаңа жаттығу деген сөз шықты ғой, иә? Көрдіңіздер ма, сөз жұмбақтан қандай сөз шыққан? Міне, жаттығу деген сөз шығып тұр, иә? Енді бұл жаттығу деген сөздің не екеніне тоқталып өтейік. Жаттығу бұл мінез құлықтың нормалары мен ережелеріне сай тәрбиешінің әртүрлі іс-әрекетті ұйымдастыру арқылы оқушыларды тәрбиелеудің ерекше әдісі екен. Жарайсыңдар оқушылар, сабаққа дайындықтарыңыз өте жақсы екен. Сөз жұмбақты бірден шештіңіздер. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгінгі сабақта тәрбиенің қандай маңыздылығын және біздің өміріміздегі алатын орнын туралы айтып өттік. Тәрбие туралы қазақтың мақалдарын немесе педагогикалық жолдағы ғалымдардың сөздерін білген болатынбыз. Және бүгінгі сабақта Бауыржан Момышұлы атамыздың тәрбиелі тәртіптің құлы, тәртіпті елдің ұлы деген сөзге тірек етіп пайдаландық. Ендеше бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды оқушылар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? 5 балдық шкалада бал беріп өтулеріңізді сұраймын. Я, ұнады. Мониса, сізге 5 балдық шкалада қанша бал берер едіңіз бүгінгі сабаққа? Мен бүгінгі сабаққа 5 бал берер едім. Маған өте қатты ұнады. Жақсы. Алтын, сіз? 5. Өте жақсы. Зарина? Мен де 5 бал беремін, себебі барлығы түсінікті болды. Өте жақсы. Егер де бүгінгі сабақ түсінікті болса, бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Келесі сабаққа осы тәртіп туралы сіздерден қайталама ретінде барлығыңызды сұрап шығамын. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.